Тұрсынбек Қабатов жақсы адам. Тұрсынбек мырза жақсы адам. Тұрсынбек елдің азаматы, халықтың адамы. Ел жақсы көреді. Иә, ел сүйет. Егер де біздің арамызда қандай бір жағдай болып қалып жатса, бір өсек сыбыс әңгімелер естіп қалып жатсаңыздар, өзім құрбыларыма да айтамын, туыстарыма да айтамын, дайректте жазып жатқан жандарға да айтамын да, сіздер Тұрсынбекті жек көріппеңіздер. Ол бұрын қалай жақсы көрдіңіз, бұрын махаббатыңыз қалай болды, сол махаббат сақтап қалыңыздар деп айтам. Жалпы жақсы адам. Мен Тұрсынбекті жамандамаймын да, жаман қасиеттерін айтпаймын да, себебі ол 20 жыл отасып, айтығы ғой. Өмірімдегі енді жақыным ғой. Иә, түсінікті. Сондықтан да құрметті көрермендер, ол кісі жақсы адам деп айтам. Шындықты айтайын ба? Ол шертіп қойын деп отырсыңдар ғой. Білмеймін. Тұрсынбек айтқан бір уақытта сен ән айта алмайсың деп. Сол сөз басып тастады ғой. Соған сеніп қалдыңыз. Құдай, жылатасыңдар ғой. Сол. Негізі түп басталды. Салфетке бере салдар. Иә, салфетке сұрай саласыз ба? Енді бұл жерде Тұрсынбекті кінәлауға келген жоқпын мен. Бірақ бір сөзінде айтқан, сен ән айта алмайсың деп. Негізі біз қазақтың келіншектері күйеуіміз тыңдап қалған халықпыз ғой енді. Дәл қазіргі уақытта мен бір нәрсені дәлелдейін деген сияқты ниетпен жүрген жоқпын. Сөйтіп не істедім да? Ладно, көрсете бергіңіздерші. Телеарна жүргізушісі болғым келді менің. Сөйтіп бір күні Тұрсынбек осы маған бір көмектесші. Телеарна жүргізушісі болғым келеді дедім. Ол үшін енді дайындаласың, кішкене тілін тазартасың, анық сөйлеуге тырысасың. Енді оқисың ғой бәрібір, тырысасың ғой. Алға ұмтыласың. Сөйтіп сен қолыңнан келмейді деді. Сосын енді өнер жаңағы өзімде кішкене комплекс бар, музыкальный оқымағам деген сияқты. Сосын ән айтып бастай бердім. Сөйтіп мұрын тыржитып қарап маған, ән айтпашы деді маған, осылай. Бүйтіп, осындай эмоциямен айтты.